Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Біздің бүгінгі қарастыратынымыз оқытуда драмалық әдістерді қолданудың тиімділігі. Драмалық әдістер дегеніміз қойылымдар арқылы оқушылардың зерттеу, келіссөз жүргізу, түсінісу мен шығармашылығын ынталандыруға көмектесетін белсенді оқыту әдісі. Мұның түрлері көп. Қысқаша тоқталсақ, мәселен сыныппен 3D форматында жанды суреттер жасау, сыныппен клип жасау, сынып аллеясына кейіпкерлер шешіміне әсер етуші аргументтер ұсыну, эпизодтар кесу арқылы әр топ өз үзіндісі бойынша жұмыстар жасау, стоп-кадр әдісімен 3 түрлі суреттер жасау, ыстық орындықта кейіпкер рөлінде оқушылардың сұрақтарына жауап беру, форум театрда әртүрлі жағдаяттарды талқылау, рөлдік ойында кейіпкер рөліне еніп, оның ішкі әлемін түсіну сияқты өздеріңіз көріп отырғандай көптеген түрлері бар. Рөлдік ойын әдісінің тиімді екендігін біз бірнеше жылғы іс тәжірибемізден байқадық. 21 ғасырға сай оқушылардың драмалық әдістер арқылы дамытылатын дағдыларын өздеріңіз экраннан тамашалап отырсыздар. Рөлдік ойынды ұйымдастырудың қиындықтары мен өзіндік шешу жолдары бар. Мәселен, драманы дайындауға уақыт көп кетеді. Мұның шешімі төңкерілген сынып әдісімен жұмыс кезеңдерін сыныпта және сыныптан тыс деп бөлу. Кейбір оқушылар рөлді ойнауда өздеріне сенімсіздік танытады. Бұл үшін драмалық ойынға мұғалімінде белгілі бір рөлді ойнап қатысу шарт. Сонда оқушының өзіне деген сенімділік артады. Енді рөлдік ойын барысында пәндік тақырыптан алшақтап кетуіміз мүмкін. Мұндай жағдайда дискрипторларда пәндік тақырыптың көрінісін нақты сипаттаған жөн. Драмалық тартыстың оқушы психологиясына әсері орасан. Әсіресе психологиялық ауыр жағдаятты драмаға алудан бас тарту қажет. Сөздерді жаттау оқушыларға қиындық тудырады. Мұндай жағдаятқа сай оқушыларды импровизация жасауға бағыттаған оң болады. Оқу үдерісінде рөлдік ойынды ұйымдастырудың қадамдарына тоқталсақ, сыныпта және сыныптан тыс бөлуге болады. Драма әдісінің пәнді оқытудағы тиімділігіне тоқталатын болсақ, алдымен академиялық үдеріс белсенді түрде жүзеге асады. Екіншіден, оқушылардың қызығушылығы артады. Үшіншіден, сыныпта саралау жүзеге асады. Төртіншіден, Гарднер бойынша көп интеллектті қамтуға мүмкіндік беріледі. Бесінші, критериалды бағалау іске асырылатын болады. Қорыта айтқанда, драмалық әдістер оқушы шығармашылығын дамыта отырып, оқушының пәндік дағдысын ұзақ мерзімді жадта сақтауға мүмкіндік береді. Назарларыңызға рахмет.